Кайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі онлайн сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз қазақ әдебиет пәні бойынша Мұхтар Шаханов ағаларының Нарынқұм завалы поэмасы. Бүгінгі біздің сабағымыздың басты мақсаты бұл Мұхтар Шахановтың өмірі мен шығармашылық жолын бейне сабақ арқылы ұғыну, поэма мазмұнына қысқаша тоқталу арқылы меңгерту, отанға деген сүйіспеншілікті ояту. Енді біз бүгін сабағымызды бастамас бұрын осы Мұхтар Шаханов ағаларының өмір баяны туралы аз да болса мағлұмат беріп өтсек. Қазақстан Республикасының халық жазушысы, қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы Қасқасу ауылында 1942 жылы дүниеге келген. Мұхтар Шахановтың алғашқы өлеңі 1956 жылы Сырдария деген атпен жарияланса, Бақыт атты тұңғыш өлеңдер жинағы 1966 жылы жарық көрді. Мұхтар Шахановтың Танагөз, Сенім патшалығы, Күре тамырды іздеу және Нарынқұм завалы атты поэмалары оқырмандардың сүйіспеншілігіне бөленді. Оның шығармалары бірнеше тілге аударылып, шетелдерде жарық көрді. Ақынның біз өтетін бүгінгі поэмасы Нарынқұм завалы халық батыры әрі дауылпаз ақын Махамбет Өтемісұлына арналған поэзиялық шығарма болып табылады. Нарынқұм завалы Шырдабаевқа. Махамбеттің соңғы сөзі. Баз бір адамдарда болашағын елден ерек сезіну, түйсіну күші болатынын ғылым жоққа шығармайды. Махамбет ақын өлерінен 2 күн бұрын айналасындағыларға өзінің жан шошынарлық сұмдық түс көргенін, түсінде иығынан үзіліп түскен өз басы өзіне қоштасу айтып тұрғанын әңгімелеген. Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім ғаламат. Бір таныс қол соғып кетті, әлдегімді паналап, зұлымдықтың жасырынып келетін жаманақ, иығымнан ұшқан басым көкірегімнен домалап, бара жатты атамекен ақ жайықты жағалап, жүрегімнен аққан қанға боялыпты паралап. Жә, бұл түсім тегін емес. Мына сойқан заманда тіршілікпен қоштасар сәт жетті-ау деймін мағанда. Қоштасар сәт жетті-ау деймін. Туған елім еңселім, бостандыққа шақырып ем, сенің заңғар ақылың ем, едім әру өлшемің, жанашырың жақының ем, және қайсар ақының ем мен сенің. Жұлдыздай боп жанар алдан, ақындықта елден ерек басқа заң, батырлығы жоқ адамнан үлкен ақын шыққан емес ешқашан. Туған елім, арман мұңым, енді сені жетелейді жол қалай. Менің бассыз қалғандығым, сенің бассыз қалғандығың болмағай. Шындықтың ащы даңқы, шындық үшін жалғыз түсті мегеске, ақындықтың басты шарты басталса да, шындықты айту емес пе? Өлімге сан жақын бардым, қорғансыз боп күртсемде жай көзге, шындықты айтқан ақындардың бірақ жолы болып беді қай кезде. Көрді денді сен жайлы ойға батамын, бұл іңкәрлік созылады қаншаға, кім қаншама шексіз сүйсе, отанын оның тартар азабы да соншама. Мен сенемін күн ертең, нұрлы үмітпен оянар деп бұл өлкем, күліп жайсаң күн ғажайып, ел наласы тартар деп, ақымақтар күрт азайып, сұмдық қорқақ тартар деп. Мен сенемін күн ертең, пенделіктен тазарар деп бұл өлкем, жә қашанғы баққа зорлық мінгеспек, сенем ертең оттық отсыз күлмес деп, тек тұлпарлар ғана алатын бас бәйгі есектердің мойнында жүрмес деп. Мен сенемін күн ертең, ақыл ойы пір тұтар деп, ұл өлкем, мына дәурен бұрқан тарқан ертең қайта өзгерер. Ақындарын сұлтандардан артық сыйлар кезгелер. Қадір тұтам, қиялдауды ертең талғам өзгерер, шындап құлай сүйе алмауды қылмыс санар кезгелер. Туған елім, құдіретімсің аңсаған, алдан жарқын күн шыққанша, кескініңді көрмейінше шаршаған. Пас ойлар тұншыққанша, дулғаны қақ жарып гүл шыққанша, жер астынан қарап жатам мен саған.
Ал окуучулар, биз азыр гана осы Муктар Шаханов агаларыңның Нарынкум завалы поэмасындагы Махамбеттин соңгу монологун окуп, басынан аягына дейин түшүндүк. Энди осы Нарынкум тууралуу сендерге бир аз бир дерек берип өтсөм деп отурмун. Нарынкуму бул Каспий маңында ойпатынын солтүстүк батыш бөлүгүндө орналаскан Идил менен Жайык өзөндөрү аралыгында. Акимчилик тургудан Атырау облусунун Курмангазы, Махамбет аудандары және Батыс Қазақстан облусунун Бөкей Ордасы, Жаңа Кала және Акжайык ауданынын оңтүстүк бөлүгүн камтыйды. Сонымен қатар аумағы 40 000 километр, құмды өңір орта есеппен теңіз деңгейінен 21 метр төмен жатыр. Сонымен қатар ол жерде ерекше шөптер, еркек шөп, жүзгін, қияқ, омаршық, ойыстау, жыңғыл, терек, терең, қандағаш, көктерек деген өсімдіктер өседі екен. Және киік, қоян, қарсақ, дала күзені тағы басқа аңдар кездеседі екен. Енді біз осы поэмадағы кездесетін бейтаныс сөздермен танысып өтейік. Бірінші бұл нала. Нала деген сөздің жалпы мағынасы қарғыс, лағнет айту мағынасында келеді екен. Алап бұл аймақ, өлке, атырап болса, әдептеу бұл көмкеру, яғни киімнің етек жеңінің қайырып тігу, сәндену деген мағынада келеді екен. Завал бұл адам басына түскен қиындық, қайғы, қасіретті қамтитын сөз болса, шомбал бұл алып, ірі деген мағынада келеді екен. Міне осы сөздерді қазір дәптерлеріңді ашып, есте сақтау мақсатында әдемілеп жазып қойыңыздар. Енді үйге тапсырма, бұл шығарма желісіне сүйене отырып, елін қорғаған бабалар ерлігін қалай бағалай аламыз атты есте жазып келіңіздер. Сабақты зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.